Умум Русия табиат хорчалав жемиетінің дохан күні. Чүнки тамам шу күні 1924 сенесі Русия алимлер ветет хақатчылар бойлет ішібісінен чықып, табиат хорчалыны вынен оғрашмаға башладылар. 1899 сене ноябрь 29-ында Барселона футбол тақымы дүния юзыны көрді. Мешур тақымдан Жоан Гампер елбашчылық етті. Жоан ерлі мечбуаларға илян етіп, футбол авеслилерінің дихатының желп етмеге тырышты. Нәтижесінде 11 инсан топланды. Рус тілі әлифбесі 33 арифтен ибареттір. Олардан бірісі ең яш арифтір. Чүнки оның тарихы 1783 сенесі башланды. Айны шу йылы ноябрьнің 29-ында Русия тілер академияның мудиры Екатерина Дашкова Фанвизин Ведержавин топланып, йо арифнің тарихы ақында түшінмеге башладылар. Дашкова йо сесні йо арифке денештірмеге фикирнен чықты. Бионың теклифіні эркес қабул етті. Бойлелікнен йо арифнің тарихы башланды.